Бүгін өздеріңізге өтетін сабақ, бірінші сабақ домбыраның құрылысымен танысу. Сәлем достар, мен мұрагер күй мұратындағы домбыра курсіне қош келдіңіздер. Мен сіздердің домбыра мұғамдарыңыз Ерлан. Бүгін өздеріңізге өтетін сабақ, бірінші сабақ домбыраның құрылысымен танысу. Ал домбыра дегенде, ең әуелі менің қолымдағы домбыра жамбыл домбыра деп аталады. Яғни өзіміздің күнделікті көріп жүрген домбыра. Ал енді домбыра сыртқы тұлғасына қарай екі түрге бөлінеді. Біріншісі осы менің қолымдағы жамбыл домбыра, енді бірі шанақ бөлімі біршама сүйіргелген домбыра, яғни абай домбырасы деп аталады. Ал домбыраның құрылысы үлкен үш бөлімнен құралады, яғни домбыраның бас бөлімі, домбыраның мойын бөлімі және домбыраның шанақ бөлімі деп бөлімге бөлінеді. Ал домбыраның бас бөлімі дегеніміз не? Домбыраның бас бөлімі дегеніміз домбыраның екі құлағының тұрған орны домбыраның бас бөлімі деп аталады. Ал домбыраның бас бөлімінде домбыраның екі құлағы болады. Ал домбыраның мойын бөлімі дегеніміз не? Домбыраның мойын бөлімі дегеніміз домбыраның мойнына тағылған пернелердің тұрған орнын біз домбыраның мойны деп атаймыз. Ондай болса, осы домбыраның мойнында біз көретін мына жердегі кішітек. Мына жерде кішітек болады, яғни домбыраның бас бөлімі мен мойын бөлімінің тұтасқан жерінде мына жерде кішітек болады. Ал одан кейін домбыраның мойнына тағылған 19 пернелер болады. Ал домбыраның мойын бөлімі мен шанақ бөлімінің тұтасқан жерін біз домбыраның сағасы деп атаймыз. Ал одан кейін үшінші үлкен бөлім домбыраның шанақ бөлімі. Мынау домбыраның қақпағы деп аталады. Домбыраның беті, яғни қақпағы. Ал мынау үлкен тек. Ал одан кейін арт жағындағы мынау бір дөңес келген жерлерін біз домбыраның шанағы деп атаймыз. Ал осы домбыраны мына мойнына екі шек тағылады. Осы тағылған шектің басы домбыраның екі құлағында байланып тұрады. Ал оның соңғы тұрған жері мына бір бөлімін біз домбырадан түймешік деп атаймыз. Ілгек, яғни түймешік. Осы домбыраның мойнына тағылған шектің бір ұшы осы жерде қазық бауға байлап, яғни домбыраның шек тағады. Ал енді домбыраның біз мына жердегі бөлімін қарайық, яғни осы үшінші үлкен бөліміндегі осы бір тұрған бөлімін біз қақпақ қорғаны деп атаймыз. Қақпақ қорғаны. Ал бұл қақпақ қорғаны екі түрлі рөл атқарады. Бірінші қарасаңыздар өзіміздің қазақи ою салынған көркемдік рөл атқарады. Ал екіншіден біз домбыра шерту барысында біздің осы қолымыздың ұшымен домбыраның бетінде үйкеліс пайда болады, шерту барысында үйкеліс пайда болады. Сондықтан осы домбыраның бетін біршама қорғау ретінде қақпақ қорғаны орнатылады. Ал ортасындағы мына бір тұрған бөлімін біз дыбыс ойығы деп атаймыз. Дыбыс ойығы. Бұл жерде негізі біз осы домбырадан шертіп шығарған үн осы дыбыс ойығынан шығады. Ал мынау біздің осы домбыра, қолымыздағы домбыраның жалпы құрылысы. Ендігі кезекте біз осы домбыраның әрбір бөліміндегі, яғни осы перне бөлімінде қалай басу, оң қолымызбен шекті қалай шерту туралы сөйлейтін боламыз. Бүгінгі сабағымыз осы жерге шейін. Мен қойып тыңдағандарыңызға рахмет.